де әдемі, іші де әдемі шығар деп ойлаймын. Түсінікті. Енді біздің қыздарға үміткерді қалай қарсы алу керектігін үйретіп жатырсың ғой. Енді қазір өзіңнен үлгі алайық. Көп сөзбай, үміткеріңді ортаға шақырайық. Gold Band. Сәкеннің үміткері шықсын. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Есіміңіз? Есімім Жұртбаева Бекзат, Бекен қызы болады. Бекзат. Бекзат, қуаныштымыз. Неге Сәкенді таңдадыңыз? Сәкеннің себебі шыншылдығы, және осы жерде отырып шын сөйлегені бәрі ұнады. Сол себепті Сәкенге келдім. Батырлығы. Ата-анаңыздан сұранып келдіңіз бе? Өкінішке орай менің ата-анам жоқ. Кішкентай кезімде өліп қалған, бірақ атам мен апам біледі. Атам мен апамның қолында өскен. Түсінікті. Ал туған туысқандарыңыз біледі ме? Туған туысқандарым біледі. Естіген қалай. Түсінікті. Сәкен? Қатты сөйлесеңіз, және қай жылғысыз, қай жақтың тумасысыз? Мен Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Еңбек ауылында дүниеге келдім. 1999 жылы 20 қазанда. Бірақ Алматы қаласында өстім. Сонда дәл қазір 18 жастасыз, Мектебіңізді енді тамамдаған шығарсыз, Жоқ, мен Алматы басқару және нарық колледжінде оқимын, 3-ші курс студентімін. Түсінікті, жарайсыз. Сәкен? Кішігірім өзіңіз жайлы жұмыс істейсіз ба, оқу орнының қай жер, соны айтып жүрсің мамандығын? Колледжде оқимын деді. 9-шы сыныпты бітіріп, Есік қаласында оқыдым. Инаш Алманов мектебінде 9-шы класты бітіріп, Алматы қаласына келіп, Авимет медколледжіне тапсырдым. Ол жақта бір жыл оқыдым да, бір себептерден ол колледжден ауысып кеттім. Алматы басқару және нарық колледжіне. Ол жақта технолог мамандығы бойынша 3-ші курс студентімін. Керемет, кішкене даусыңызды шығарып айтсаңыз, естілмей жатыр. Сәкен? Отбасыңызда қанша адамсыз? Мен жалғыз қызбын. 99 жылғысы? Жасыңыз әдемі екенді көрдім. Енді қатысушыларға сұрақ қойсын мен? Қатысушылар? Қинамақ қойын. Кімде қандай сұрақ бар? Мира апай? Бекболат аға? Қағазға қойын отыр сұрақ. Осы бағдарламаға келгеніңе әке-шешең біле ме? Жаңа ғана айтқан еді, аға. Мира апай, кішкене Бекзат. Өкінішке орай менің әке-шешем жоқ, қайтыс болған кішкентай кезімде. Атам мен апам біледі, туысқандарым біледі. Рахмет, Бекзат. Ал енді мен Сәкенді былай өзім жақсы сөйлесіп, жақсы білетін бала. Мен қош келдіңіз. Сіз мына жақтамын. Сіз әдемі жас қыз екенсіз. Бірақ мен Сәкенді білетін болсам, Сәкеннің талғамындағы қыз емес деп ойлаймын. Ал Сәкеннің талғамындағы қызды айта кетсеңіз, Мира апай, қандай деп ойлайсыз? Сәкеннің талғамындағы қыздар ажарқын сияқты, шашы ұзын, әдемі, сондай жоқ, мен айттым о қызға, әдемі деп отырмын. Бірақ та Сәкенді білем ғой, өзі мойындайды оны. Мен ылғи байқаймын. Енді Сәкен енді шымылдық ашылмай тұрып ештеңе айта алмайды, әрине. Динара, мен Мира